алып жатсың талызкеге. Тұр шайыңды қой. Сосын мына бөлменің ішіне жан-жағын тоқтап қой. Лаука. Сенің сөйлесетін әңгімең бар. Жүр шай ішіп ақылдасайықшы. Мама, келіңіз шайға. Чай дайын. Иә. Келіңіз. Қалайсыз, жүрсіз ба? Жайда шүкір. Алла. Наурыз, маған кредит керек. Не үшін? Үйімнің тастары бітіп қалыпты. Маған банктан 2 миллион кредит алып берші. Қашанға керек? Жақын арада. Бүгін барып келсек екеуміз. Қазір барамыз ба? Иә, сен киім алып, мен сені күте тұрамын, иә? Хорошо. Назгүл. Жарай ма? Жарайды. Сіздер чай ішіп беріңіздер, мен касс келемін, Мама, сіз бұл үйде боласыз ба? Ешқайда шықпайсыз ба? Дұрыс танық. Айманға үй жинап алыңызшы, шаңыз кетпейді. Келіп? Жақсы онда кешке келіңіз, иә? Шайды ішеріңіз көріш. Наурыз, сен қайда кетіп бара жатсың? Саған айтып тұрмын, қайда кетіп бара жатсың деймін. Естідің ғой ауызы? Сен немен ақылдаспайсың ба? Бұл үйде вообще менің орным бар ма, Наурыз? Қойшы, мойымды ашып тұраш, кешке келгесін сөйлесеміз. Наурыз! Мен сенің қайнапаңды түсінбеймін. Нағылған тас жүрек адам. Өздерің өмірлерің бар емес пе? Соны айтсайшы, Динас. Шыным келеді. Түрін көргім келмейді. Мен сен орында болатын болсам, мен шыдай алмас едім. Бұрында жарасып кететін едім. Динас, мен күйеуімді жақсы көрем. Бір-бірімізді қимаймыз, қалай ажырасып кетеміз? Егер менің ақылымды тыңдасаң, күйеуіңді бөлек алып шық. Қалайсың ол? Анамыз қалып. Не істеп жатсыз? Түгілімді істеп жатырмын. Оным сіздермен сөйлесейін деп едім. Не жөнінде? Жанарға айтасыз ба? Жаңа кредит, несие, үй жөнінде Айманның көзінше айтпай-ақ қойсын. Неге? Айман түсінбей ұрыс шығарып жатыр да маған. Білесіз ғой өзіңіз. Айман неге олай істеп отыр? Кредит алсақ, бәрі біздің үйіміз үшін үй салып жатқан білесің ғой жандар. Біз үшін тыртықтар жүр, қасқа. Таңның атыс, күннің батыс. Енді мінездер бар, сол мінез болмаса, ол бөлікті салама салмай ма.
Жанарға реже бердің бекер негізі. Артағы сөз айтып қоятын шығар. Оны білем. Ана тасы жетпей жатыр. Сосын кредит аламыз деп отыр ғой енді. Білем, мама, оны Жанар түсінгенмен Айман түсінбей тұр ғой. Сол жөнінде бір сөйлесеңізші Жанармен. Айман? Не түсіну керек ол? Бір айтып жібересіз, мама, түсіндір. Сөйлесейін. Өзіңіз түсінбей тұрсыз ғой. Сөйлесейін жақсы. Түсінбейтін несі бар. Асығыз болмаса нені қалай соламыз? Бәріміздің қамымыз оғыз ойлап жүреді. Bir мінез бар енді, бір мінез бар. Істесің жара? Сәңгер кітабын қойдым. Үйдің достары жетті ма? Я жетті. Бүгін рабочийлар ертерінен бастады. Жұмысшылар келді ма? Мен саған айтайын деген ана Наурызжан келіп кетті ғой. Иә. Келіп айтып жатыр. Келін деген не жақын көреді? Кредит неге аласың деп. Несие. Неге алып беріп жүрсің деп. Ауызға ренжіп жатқан көреді. Мама, мен сөйлесем, сіз маған Айманға сөйлеме деп күнде басып отырасыз мені. Айтсам айтқандаймын. Айман, өзіңіз білесіз. Ісі шала, салақ. Жақсы болсын деп айтқан кезде қабағым түйіп жүреді, мама. Әлиға сізді балашық оратып отырған, мама. 3 жыл болды үйленгендеріне. Кішкентай үйді ұстамаса нәніңді қалай сәйтерден? Келсін маған қазір. Келсін маған қазір. Көзіме көрінсін мен қазір. Тамақ қайда? Тамақ. Мама, тамақ ішпеп тұр, пісірмейсің ба? Наурыз, кетем мен. Шаршадым. Шаршадым сенің апаңнан, түсінесің ба? Шаршадым. Кетем. 3 жыл өтті, бала көтермеппін. Шаршадым. Неден әбден шаршадым. Қабағына қарап жүргеніне рахмет айтсын. Жанар, сен Айманға налып жүрсің, бала тумайсың деген әңгіме? Бала, екіншіде қатындардың ортасына басын тұқшы болма. Еркексің ба, еркектігіңді істе, сосын аны қатына айт. Қабағын түйіп жүрмесін менің үйімде. Сенің үйің екен ғой. Біздің үйде ойлап едің. Айман, жина заттарды, кетеміз. Жанардың үйі екен, біздің емес. Кетеміз дейсіз. Қайда барсың? Бұл үйде орын жоқ екен бізге. Қайда барсың деп тұр бір анда? Наурыз. Айманжан. Жанар, айтшайсың мынаға біттіге дедің бе? Айтшайсың кетпедігі түнгір онда. Қайда баратын мамалдар? Айтшайсың, сана. Қайда барсың да? Кетеміз дейді, мама. Айман, қайда барсың да? Жанардың үйі екен, біздің үйіміз. Қайда барсың да? Мама, кешіріңіз. Қайда барсың да? Наурыз. Жанар, шай шиша, басып барып. Мама, өзінше білемін. Ауызға жүксің ба? Басым ауырады. Жарайды.
күттіңіз. Мама, сәлем. Қанасы ба? Жақсы. Не істеватсыз, қалай күнді? Мама, сізге жақсы жаңалығым бар. Мен үйімді салып бітірдім. Ой, жақсы бар. Ойлар едім осы айда үйренбекен бітіріп деп. Жақсы. Құтты болсын. Рахмет. Айтам, қанысы жасаймыз ғой. Алла бұйырса. Жақсы. Мама. Мама. Бауыр еттім саған. Сағынасың, конечно. Әрине. Біз ойнап көрші қайда екен. Бірақ мен айтты деп айтпа. Саған бөлейін. Мен де саған өлгенде Қазір сендерші. Қазір ма? Өзім де сол телефон шақырайын деп ойлап жүретін. Алло? Наурыз? Ой, жоғын. Амансың ба? Қалайсыңдар? Айман жаңайды. Жоғаным менің. Жақсы жаңалығымыз бар. Үйіміз бітті. Теңіне тұрамыз. Көкем ау. Келсеңдерші бе? Қашан жүрсіздер қаңға? Жаным сағынып сендер. Сендер жандарда сендер сағынып жүр. Иә, келіңдер. Соңғы кезде қаңғысың көтеріліп ауырыңқырап қалдым. Иә, келіңдер жарым. Қуанышымызды бірге төлейік, келіңдер. Иә, кіштейде тұрамыз. Келіңдер. Жандарым менің. Айман жақсы ма? Сағынып сендерді. Ой, жандарым менің, күндерім менің. Келіңдерге. Күтел. Апа, сізге рахмет. Қиын жағдайда мені қолдайсыз, апа. Білем. Қателессем де маған қолдау беріп отырасыз. Осылай біз үйренеміз бәріне. Сіздің арқаңызда мен үйрендім көп нәрсеге, апа. Сол сіздің қолдауыңыздың арқасында мен осылай өсіп жатырмын. Мен бауырым жанымда тұрғанын қалаймын. Жақсы көрем ғой. Жамандық болсын деп айтпаймын. Жақсы болса екен деймін. Айманды да Сен жақсы өзіме тартуға. Енді жаным менің. Жақсы бауырым. өзіме тартамын, мама. Постараюсь. Жақсы болар. Aramızda ешқандай gelişme olmasın. Artık seni işten sırayım. Her şey ağlamam ya. Her şey.
Zapaday bulasızlar. Araşma. Bir baktım. Allah aşkına. Baktım. Ay Allah'ım. Doğanım. Şundarım kokuyorum. Yemin işgalik bilir. Nasıl dinleyelim? Adam okudum ki bir tanesi. Mama, biz baktım ki. Biz bakalım.